Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақерке Қасым. Бүгін сіздермен осындай керемет голубцайдың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу өте оңай. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп, қолдап кетіңіздер. Жазғы мезгілге осы тағам өте жеңіл әрі желімді болып келеді. Міне голубцайларымызды алдық. Ең алдымен күрішімізді суға жақсылап 2-3 мәрте жуып аламыз да суға жібітіп қоятын боламыз. Содан соң міне болгар бұрыштарын жақсылап ішін тазалап алдым. Енді етімізді майдалап турап алдық. Оны бөлек ыдысқа салып, одан кейін тазаланған пиязымызды да майдалап турап аламыз. Чеснок пен помидорды дәл солай майдалап турап аламыз да, қызып тұрған осындай кастрюлемізге майымызды құйып, оны қыздырып, ең алдымен етті қызартып қуырып аламыз. Сосын пиязды, помидор, чеснок қосып, жақсылап қуырып аламыз. Кішкене укроп қоссаңыздар да әдемі болады. Және де картоп қосып, кішкене ғана қуыңқырап, су құйып, жақсылап баяу отта пісіріп алатын боламыз. Сорпамыз қайнағанша біз жаңағы жібітіп қойған күрішімізді туралған ингредиенттерімізге салып, оған да укроп қосып, қара бұрыш, тұз дәміне қарай салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған ингредиенттерді болгар бұрышына біріне-бір орналастырып шығатын боламыз. Міне орналастырып шықтық. Енді бетіне жаңағы салмамыз, күріштеріміз шашылып кетпес үшін піскен кезде езіліп, осындай мен картопты қолдандым. Бетіне осылай шығасыздар. Енді қайнап тұрған сорпамызға осылай бірме-бір болгар бұрыштарын салып, баяу отта 30 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Менің голубцайым дайын болды. Сіздерге осы рецепт ұнаған болса, сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және де лайк, комментарий білдіріп, маған тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің келесі рецептімді бірінші болып көретін